Заратуштра айтқандай. Заратуштра бірінші рет және бір-ақ рет қалай адамнан асып түсуге болады деп сұрайды. Мынау бүгінгі күннің мырзаларынан басым болыңдар менің бауырларым. Мынау кішкентай адамдар, олар адамзат үшін аса қауіпті. Мыңдаған жылдар өткен соң оның есімі адамзаттың ақыл ойын жаулап алды. Сөйтіп жаманатқа ие болды. Бұған неміс ойшылы Фридрих Ницшенің 19 ғасырдың соңында жазған «Заратустра осылай» деген атты кітабынан себепші болған. Өзін қоғамнан жоғары қоюдың және мәңгі оралудың теориясы, осылайша үшінші рейхтің тәжірибесін ұнатып қалу. Олар ғалым Ницшені еркін аттап өтті. Ол болса өз кезегінде жеке пайымдауларын көне пайғамбардың аузына сала отырып, аса бәлсініп жатпады. Менен асып түсіңдер, о басты адамдар, кішкентай рахымшыл жандар, құмырсқалар, аянышты разылық, көптің бақыты. Заратуштра осылай деді ме? Бірінші бөлім. Заратуштра деген кім? Тараздың орталығынан бері қарай жол ұзақ емес. Тағы 2 рет бұрылып, көне керуен жолымен жүре отырып, тас көпірден өтеміз. Бұл өткелдің салынғанына бірнеше ғасыр болды. Бұрылыс, қақпа, қаланың шеті тек тұрмас. Тек тұрмас жай тұрған тау емес. Түркі тілінен еркін аударғанда қасиетті орын дегенді білдіреді. Бұл жер расында ерекше. Мұнда зороастриялықтардың, христиандардың және мұсылмандардың жерленгені анықталды. Бұл көне зират. Орталық Азиядағы ең ірі зороастриялық қорым, көне діни орындардың бірі. Аласа төбешік саумал жел, төменде Талас өзені сарылдап ағып жатыр. Күн шуағын төгіп тұр. Бұл жерде бәрі жайдан емес. Зороастризм жер бетіндегі ең көне сенімдердің бірі. Әлемдегі барлық діндердің бастауы. Олар табиғаттың 4 түлей күшін ардақ тұтқан. Ол жер, су, от және ауа. Зороастр, Заратустра, Заратуштра. Соңғысының айтылуы ең дұрыс саналады. Ол шамамен біздің заманымызға дейінгі 1500 және 1200 жылдары пайда болған. Бұл дата қасиетті Авеста кітабына лингвистикалық сараптама жүргізілгеннен кейін бекітілді. Ол кездері дін, заң, ғылым бір тұтас болған. Сондықтан бұл өлең жырлар ғана емес, өмір ұстанымдары болды. Вохумана, ақыл бер, бойыма күш құйылсын. Мазда Заратуштра ғаламат әсер ететін сөз бер. Кескілескен шайқас, қан шығарып құрбандық шалу, дуагерлер мен сиқыршылардың бәрін қамтай алатын құдіреті адамның азғындаған уақыты. Сол кезде аралас дәуір туды, қайырымдылық пен зұлымдық араласып кетті. Сонда екеуін ажырату үшін адамдарға пайғамбар жіберілді. Көне Авеста кітабының бір бөлігі Заратуштраның өзі жазып қалдырған, кейде гаты деп аталатын әнұран мен салтанатты өлеңдер. Заратуштраның өзі өсіп өнген арий тайпасы көптеген тәңірге табынған. Олардың құлшылығы көбінесе қорқыныштан туындаған. Құдайдың көңілінен шығу, құрбандық шалу керек, әйтпесе ол қаһарланады деп қорыққан. Арийлер әлемі табиғат күштерінен, апаттарынан қорыққандар әлемі. Осыдан келіп, бірнеше құдіретті күш пайда болған. Аңыз бойынша ол туғанда кәдімгі шақалақтар секілді жыламаған, күлген. Сонда Заратуштраның күлкісі бірден 2000 жын шайтанды өлтірген. 30 жасқа толғанда ақ киімді Трежанды көрген. Бұл көптің қалауымен ізгі ниеттің, ақиқаттың, қасиетті діншілдіктің және өмірге әмірлігін жүргізетін ғаламды жаратушының, басты құдіреттің, ақылдың кені Ахурмазданың пайда болуы. Оның шуағының күшті болған соншалық Заратуштра жақындаған сәтте ол өз көлеңкесін көрген. Сонда пайғамбарға адам тағдыры оның барлық ойына, сөзіне және ісіне байланысты екені ұғындырылған. Осылай жаңа ілімнің негізі қаланды. Құдіретті күш көп болғанда қайсына құлшылық етуді білмеген кезде Заратуштра Ахурамаздаға табынуды айтқан. Міне, діннің негізгі идеологиясы, ізгі ниеті, ізгі қадамы осы. Ал сөз дінге арналу тек сену мен қорқу емес.
поступок, благое слово, да, это предназначение религии, а не просто верить и бояться. Жұмақ пен тамұқ, құтқарушының пайда болуы табысқан жан мен тәннің мәңгілік өмірі. Адамды жасаған қылмысына қарай өлім жазасына кесу секілді алғашқы діни жорамалдарды алғаш рет Заратуштра айтты. Зерттеушілер иудаизмнен де, христиандықтан да, исламнан да және буддизмнен де көне Иран нанымына немесе Заратуштра ілімінен тараған көптеген элементтер тауып отыр. Мына бір мысалдатып өтсек те жеткілікті болар. Жұмақ сөзі көптеген елдің тілінде Иранның парадайзы, қоршалған бақ мағынасымен үндеседі. Қайта жанданған ғаламдық күштер жарыққа ұмтылу жолы үй ошағының сөнбес оты және мүлтіксіз орындалған жаза. Басты құдіретті Ахура Мазданың пайда болуы отпен байланысты. Сондықтан зарастриліктерді отқа табынушылар деп атаған. От байланыс қызметін атқарған, ол жер кеңістігі мен көктегі құдіретті күшпен байланыстырады деген түсінік болған. Ол қасиетті әрі төрт күштің бірі. Зороастриялық абыз өзіне тек таза киімдерді киеді. Уағыз сөздерін айтқанда демін де бүркемелеп жауып тұрады. Олар былай сөйлейді, тіпті оның демі де қасиетті отқа тимеуі тиіс. Отты кеудесінде жаны бар тіршілік иесі ретінде күткен, құрбандыққа тек өсімдіктерді шалған, кез келген тәнді жағуды қорлау деп ұққан. Михрабта жанып тұрған от адамдарға қастандықпен күресуге күш берген. Ең қасиеттісі найзағай жарқылынан ағашқа түскен от. Оны ерекше қорғаған. Көшпенділер мәдениетінде от құрметіне ұйымдастырылатын мейрамдардың бірі Наурыз. Табиғатқа тағзым жасайтын дін қыр халқы үшін қашанда өзекті. Екінші бөлім. Заратуштра мұны қай жерде айтты? Наурыз бен сәуір айлары балықтар уылдырық шашатындықтан аулауға тыйым салынады. Басқа уақытта шектеу жоқ. Міне, қанша ғасыр бойы балық асырап келеді. Казактар бұл өзенді күміс жағалаулы алтын деп атаған, түбі толған алтын деп бағалаған. Арасында бұл суда шоқыр, ақсерке, бекіре бар. Бұл аумақты уақытша жаулап алған жауынгер халық қалмақтар мұны Бал өзені деп атаған. Заратуштраның отаны атанудан бірнеше географиялық мекен үміттеніп отыр. Ауғанстан, Әзербайжан, Ресей, Украина. Бұл мемлекеттерде өзен су ағып барып теңізге құйылады. Бұл суларда ақсерке балығы мекен етеді. Аңыз бойынша табынушыларға көңіл аудару сәті Заратуштра көктемгі мейрам кезінде ариліктердің қасиетті сусыны хаоманы дайындау үшін өзенге су алуға барған кезде пайда болған деседі. Кейбір зерттеушілер мәлім еткеніндей сонда Урал өзеніне барған көрінеді. Зарастрилықтар жазып қалдырған әнұранның мазмұны мен тілінен анықталғандай, Заратуштра шын мәнінде Волгадан шығысқа қарай созылып жатқан Азия даласында өмір сүрген. Ең көп таралған нұсқа бойынша Заратуштра Каспий жағалауына жақын жатқан далада дүниеге келген. Бәлкім Каспий жағалауының даласы бәлкім Жетісуға жақын шығар. Өйткені Авестада үнемі жеті Кешівар туралы, жеті өзен туралы айтылады. Зороастрилік үш абызды бақсы деп атайды. Иисус Христос дүниеге келгенде жұлдыздарды жарқырай түскен. Вифлеем, дәл солар бұл жерден қоныс аударған. Ведалықтарда Жетісуды өз отаны санайды. Индариліктерді Жетісуды туған өлке санайды. Олар жеті ана өзен деп жазады. Оқымыстылардың айтуынша олардың ата-аналарда өздерде дала өркениетінен шыққан, мал жайған, қой баққан, көшіп қонған. Оның атын дәлме-дәл аударғанда Каратан деп аталады. Яғни түйесі кәрі деген сөз. Бір қарағанда қызық көрінгенмен Иран түрік халықтарының дәстүрі бойынша балаларға осындай тұмар есім берілген екен. Кейбір адамдардың есімі тіпті қызық. Неге олай атаған екен дейсің? Жалпы жас бала тіл көзден түрлі табиғат апаттарынан, мың сан сынақтан аман есен өту үшін ауырмай, бұл өмірде ұзақ жасау үшін ертеде осындай қызықты есімдерді әдейі қойған. Арада бірталай уақыт өткенде гректер оның есімін өздеріне ыңғайлап Зороастр, Зоро жұлдызынан туған, жұлдызды деп атаған. Осыдан кейін Заратуштра астрологиямен байланыстырылды. Оны көбінесе жұлдыз санаушы ретінде бейнелейтін болған. Үстінде ақ киім, қолында глобус. Рафаэль Санти 15-ші ғасыр. Арасында да ол көне дәуірде атақты астролог болды. Осындай адамның шын мәнінде бұл өмірде өмір сүргеніне ғалымдар күдіктенбейді. Олар тіпті Заратуштраның бойындағы мүше кемшіліктерін де тапқан.
фоновая. Ғалымдардың ізденістерінің арқасында Заратуштарының шамалы сақауланып сөйлеген анықталды. Заратуштра көп ел кезіп, соңында Шығыс Иран патшасы Кави Виштаспа сарайында орнығып қалады. Бұл патшалықта Орталық Азия аумағында орналасқан. Виштаспаның зайыбы Хутуасо патшайым Заратуштраның қолдаушысы болды. Аңызға сенсек, ол қай күні өлетінін алдын ала біліп, өзін әдейі құрбандыққа шалған көрінеді. Заратуштра Ахура Маздадан мәңгілік өмір сұраған, бірақ әлемді жаратушы оның өтінішін қанағаттандырмаған. Егер саған мәңгілік өмір берсем, сені өлтіруге тиіс адам да мәңгі жасау тиіс деген. Сонда әлем зұлымдықтан арыла алмайды, ал тақуалардың да өмір сүруі күмәнді болады деп жауап қатқан екен. Заратуштра 77 жасында қаза тапты. Дұға жасап жатқан кезде арқасына қадалған пышақтан көз жұмды. Оны өлтірген жаңа сенімнің абызы болатын. 3-ші бөлім. Заратуштра не туралы айтты? Сен маған ақиқатты көрсет, шақырсын, ақиқатпен бірге ойым түзелер. Сенен сұраған секілді бізден де тіле. Сенің де құдіретті болғаныңды қалаймыз. Құдіретті болу қолыңнан келсе. Кешкісін Тараз қаласының орталық алаңын жабады. Сонда ол жүргіншілер жолына қалалықтардың демалыс орнына айналады. Шамамен 150 жыл бұрын осы жерде ұн базары болған екен. 56 жылы оны бұзғанда жер астынан жерлеуге арналған көне сауыттар, тамақ дайындауға арналған ыдыстар табылыпты. Табылған ол жағы қарап, осындай ыдыстарда сүйектер еттен қайнату арқылы тазаланғанын, кейін ет сүйектен ілмегі бар шанышқы көмегімен алынғанын аңғаруға болады. Бұл жерге тек марқұмдардың сүйектері салынған. Діни жоралғы бойынша тек тазаланған сүйектер қойылған. Сүйектердің ажыратылғанын күткен тек таза сүйекті осы төбешікке жерлеген. Ахура Мазда болмысты жасап, денеге рухани форма берген. Ол барлық тіршілік иелерінің ойын, сөздері мен іс-әрекеттерін алдын ала біліп отырған. Сонымен қатар зұлымдықты немесе қайырымдылықты таңдауға мүмкіндік де берген. Ізгі жандар қатары тек осылай молаяды. Оның бірге туған бауыры бар, Ахриман. Ол тек зұлымдықты жүзеге асырған. Адам жан тәсілім еткен күн Ахриманға мейрам саналған. Мәйіт адам емес, бүлінген материя. Сондықтан қасиетті апаттарды азатын, іріп шіритін тәнмен қорламас үшін өлі денені суға тастамаған, жерге көмбеген, тек отқа жағып жіберген. Кейде мәйітті аң құстың талауына тастаған. Егер өлі дене жыртқыштардың талауына берілсе, ол бақытты деп саналған. Егер мәйітті жыртқыш аңдар бүркіт, қыран жәукемдесе, марқұм бақыт нұрына бөленді. Оның жаны көкке көтеріліп бірден жұмаққа барады деп саналған. Зарастриліктердің үлкен қауым өмір сүрген. Солармен қатар өлген адамдардың денесін жеу үшін арнайы үйретілген иттерді ұстайтын қауым өкілдері де өмір сүрген. Сүйектер жиналып, қорапқа салынып жерленген. Қораптың сырт көрінісі кәдімгі киіз үйдің формасына ұқсайды. Оның жоғарғы бөлігі көшпенділердің киізіндегі өрнектерге ұқсайтын геометриялық және өсімдік өрнектермен безендірілген. Оның қабырғаларда киіз үйдің құрылымына ұқсас, кереге, оқ және шаңыраққа келетін суреттермен айшықталған. Бұл 7-8 ғасырларда тектұрмас деген жерден табылған. Осындай ассуарилер 200-ге тартасы осы тектұрмас жеріндегі Атшабар маңынан табылған болатын. Адам жан тәсілім етіп, о дүниеге барғанда әділдік шыңына жету үшін қыл көпірден өтуі тиіс. Сопырлар үшін бұл еш қиын емес. Күнәһарлар үшін көпір жіңішкере түседі. Ол биіктен тұңғиыққа батады. Ол жақта тас қараңғы, жеуге жарамсыз тамақ, ыңыр сулар. Зарастриліктер осылай болатынына сенген. Менің қасымдағы мынау ұңғырлар археологиялық қазба жұмыстарынан қалған. Бұл жер көне тарихқа тұнып тұр. Қолымда қазір ғана тауып алған көне кірпіштің сынығы, ал менің табанымның астында күйдірілген балшықтан жасалған керамиканың бір бөлігі. Бірақ мұндай орындардан ештеңе алуға болмайды. Бәрін сол күйінде қалдыру керек. Біз де солай істейміз. Жаратылғанға өмір сыйлап, мәңгі өлмейтін, мәңгі солмайтын, жанып күл болмайтын, мәңгі сүретін, мәңгі өсетін, бір өзі билеп төстейтін, өліп қайта тірілетін,
ажалсыз құтқарушы келіп әлемді жүзеге асырады.